Баршаңызға сәлем. Ең әдемі корзиналардың бірі пластик корзинаны жасайтын боламыз. Бізге керекті материалдар ағаш, пластик, ножка, мата қажет болады, тесмалар қажет болады, және де бізге степлер, отвертка қажет. Ал ендеше кеттік, пластик корзинамызды құрастырамыз. Пластигімізді ағашқа жабыстырып аламыз. Енді бізге мата қажет болады. Матаны дөңгелек пішінде етіп қиып аламыз. Корзинаның астыңғы бөлігіне іш жағына жапсырып шығамыз. Содан кейін ішкі жағына тесмамызды жапсырамыз. Ішкі жағына тесмамызды жапсырып болғаннан кейін сыртқы жағына тесма, имитация стразларды клейдің көмегімен жақсылап әдемілеп жапсырып шығатын боламыз. Ең соңынан біздің пластик корзинамыздың ножкасын қондырып шығамыз. Ножканы отвертканың көмегімен орнатамыз. Ал мінекей корзинамыз дайын.